сол үйімде істейтін адамдар деп. Енді қазір келіп өзіңіздің сөзіңізге өзіңіз қарама-қайшы шығып отырсыз. Мен қазір бұл сұраққа жауап бере алмаймын деп. А сіз жаңағы жауабыңыз сондай ғой. Жоқ, мына қараңыздар, былай деп отыр, мына былай деп қорытып берді ғой. Зерттеуге ұсынылған скриншотта билік өкілдерінің ар-намысы мен қасиетін қорлау сипатындағы сөз твари деген бар деп отыр. Твари, осы жерде құрметті сот назар аударуыңызды сұраймын. 31 тамыз біз қазір айыптау актісіне шығып кеттік та. 31 тамыз 2023 жылы жаңа айыптау актісін қарасаңыз, твари КНБ сөзі мүлдем алынды. Мүлдем айтылған да жоқ. Осы уақытқа дейін менің қорғауымдағы Назымға қатысты да прокурор айыптау тарапынан да бұл сұрақ қойылған жоқ. Және де жаңа айыптау актісі бойынша твари КНБ бар жаңа айыптау актісі. Жаңа айыптау актісінде мүлдем твари КНБ сөзі жоқ. Түсінікті. Тағы сұрақ. Құрметті сот, мен тағы да жаңа сұрағыма дополнительный сұрақ қойайын. Енді сіз мысалы твари КНБ деген сөз бар дейсіз да, сіз жаңа бір тұлғаға, арнайы тұлғаға, сол тұлғаға, жеке тұлғаға ол жерде қатысы жоқ. Бірақ сіз қайдан білдіңіз? Мысалы мен ол жерде мүмкін мен қылмыскер Масимовты может твари деп айтқым келген шығар. Сіз қайдан білдіңіз? Сіз қалай сіз оған сараптама жасай алдыңыз? Осындай сөздер айтты деп, твар деп. Сіз білмейсіз ғой, мүмкін мен ол именно осы құзырлы органда істейтін именно сол қылмыскерлер айтқым келген шығар, жаңа Масимов сияқтыларды. А сіз неге оған сараптамаға қорытынды жасап бердіңіз олай? Аты жөні жоқ қой, сіз қалай енді қорытынды жасап бересіз? Егер мен жалпы бір тұлғаға адресованы жазсам, пәленше тварь деп жазсам, ол кезде сіз айта аласыз, я осындай адамның жеке тұлғаға осылай жаңағы қорлау сөз жазылды деп. Ал ол жерде мен твари деппін. Тварinin ішінде Масимов та кіреді, Масимовтың қол астындағы бүкіл қылмыскерлер де кіреді. Олардың барлығы сотталып жатыр қазір. Мысалы, сіз қалайсыз оларға сараптамаға? Бұл сұраққа бағана жауап бердік. Белгілі бір адамдар тобына айтылса да ол қорлау сипатына ие болады. Ол жерде қылмыскерлер де бар ғой, енді айтып тұрмын. Қылмыскерлер де твари деген сөз айтуға болмай ма сонда? Именно қай қылмыскер екенін білмейсіз ғой сіз мысалға. Енді ол қылмыскер ол қылмыскер мысалға. Сұрақ түсінікті ма сізге? түсінікті. Бұл сұраққа мен алдында қойылған сұрақ бойынша осы сұрақ аясында жауап берген. Тағы сұрақ жауап берді. Сұрақ жоқ, түсінікті отырмын. Сізде сұрақ жоқ? Қазір бірінші жаңағы кім? Жәбірленуші сұрақтарыңыз бар ма? Сарапшы Абдулжановға. Дауысын көтеріңіз. Қазір бір. Жәбірленуші сұрақтарыңыз бар ма деймін? Естімей отырмын. Сұра беріңіз. Табыл деп отырмын. Құрметті сарапшы, тварь деген сөз жаңа сіз айтып отырсыз да, бір белгілі бір неге ұйымның адамдарына сондай қорлау сөз табылады деп. Тварь деген сөздің творение мысалға да, сіз ол жағынан не айтасыз? Творение. Ол уже әдеби тіл да, ол уже былай айтқанда. Тварь деген сөздің қандай мағына беретінін сараптама қорытындысында жазылған. Сараптама қорытындысы. Бұл бранный лексемаға жатады. Түсінікті. Лингвистикалық тұрғыда. Сөздікте қандай мағына беретінін көрсетілген. Абдулжанова, түсінікті жауабыңыз.